28 тамыз мемлекет және қоғам қайраткері, этнограф, тарихшы Өзбекәлі Жәнібектің туған күні. Қазақ халқының ұлттық мәдениетінің, ана тілінің, дәстүрі мен әдет-ғұрпының жаңарып дамуына елеулі үлес қосқан ол бүгін 89 жасқа толар еді. Қамшы ақпарат агенттігі елім деп туған қайсар азамат Өзбекәлі Жәнібековке 2021 жылы 90 жылдығына орай Шымкент қаласынан еңселі ескерткіш қою мәселесін көтеріп отыр. Біздің ата-бабамыз біз дүниежүзілік өркениетке қандай үлес қостық деген сұрақ туады. Осы сұраққа жауап беру үшін ең алдымен халықтың өзіндігі, оның өнері, жасампаздық жайында әңгіме қозғаған орынды сияқты. Енді осы аттарын айтпай қойын, біздің республикаға белгілі азаматтардың көбісі Өзекең мектебін өткен. Мен де бұйырып сол кісінің сол мектебін өттім. Өзі қатал адам ол, шындықты, әділдікті жақсы көретін еді. Мысалы, мен сізге мына характеристикамды көрсетейін енді. Енді партия болғаннан кейін 86-шы характеристика берді. Сонда мақтап келеді, бірақ мына жерде не всегда последний постановка решения вопросов. Мақтайды, бірақ мәселелерді қою мен шешу ардайым ұқыпты емес дейді. Содан кейін бізде енді өсіп жатқасын, соны қатты бір затты бастадым ба, соны түбіне дейін жеткізу керек. Бір кітап беретін еді. Сөйтіп, мынандай өзінің кішкентай книжкасы бар, блокнот, сөйтіп жазады, Бақтияр пәлен күні деп бір кітап береді. Сол кітапты бір айдың ішінде оқып болып, сосын соны жауап беріп, айтып берем, не туралы, анау туралы, мынау туралы деп, сондай кісі болды өзі. Қатал ұстайтын еді. Екінші, бізге айтатын еді, ретсіз адамға азап берме. Енді ана комиссия болғасын, адамдар тексеріп келесің, оларды жаңағы жауапкершілікке тартасың ба? Сонда айтады, сен өзіңді әуелі сол адам орнына қой, сен қайтер едің дейді. Содан кейін барып еді дейді. Ретсіз адамға азап берме дейді. Бір күні жұмыстан кейін кеттік деді, филармонияға бардық. Сөйтіп барсақ, филармонияда жаңағы биші ансамблі болды, сазген деген. Басқа да не бар, солардың жаңа движениясын бәрін өзі көрсетеді. Москвадан Голушкевич деген бір балерина келетін еді, жасы енді 70-ге асып кеткен. Соны күтіп алып, мен бірге репетиция жасап, қазақтың жаңағы билерінде Өзекең несі бар екен. Бір күні Өзекең мені жіберді, неге? Магазин, Қазақстан дүкені бар ғой, соған жіберді, шапан алып келді. Бір айтсын, мен барып шапанды алып келдім. Келгеннен кейін Өзекең айтады, мына шапан ол дұрыс емес, мынау шапан емес, мынау өнер, әр ойудың өзінің несі бар екен ғой, мағынасы бар екен. Сосын мен айттым, Өзекең, енді сіз соны білетін болсаңыз, өзіңіз не қыласыз, неге соны көрсетпейсіз деп едім, ол бір жақсы ой бердіңіз маған деп. Сол Қаскелең ауданында фабрика Раушанға өзінің эскиздарымен қазақтың шапанын, жастардың, әйелдердің киетін, солардың барлығын өзі жасап, соны фабрикаға тіккізді. Мен таңғалатын, жұмыстан кейін жүрсек, сөйлесіп жүре бересің. Анау имаратқа кіреді ғой, кірген кезде уже басқа адам болып кетеді. Уже бұнай требовательный, жесткость. Ол да адамға передаваться ететін. Потому что ол адам ана результатты ететін еді. Мұна керек жоқ. Өзбекәлі Жәнібеков 20 ғасырдың 70 жылдарының өзінде ақ Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің қалпына келтірілуіне ұйытқы болды. Оның бастамасымен Қазақстанның көптеген қалаларында этнографиялық мұражайлар ашылып, Қазақстанның тарихи және мәдени ескерткіштерін сақтау мен қалпына келтіру мақсатын көздеген Арқас қоғамын құрған. Шертер, Адырна, Алтынай сияқты фольклорлық өнер ансамбльдерін ұйымдастырды. Сондай-ақ Наурыз мейрамының Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Шәкәрім Құдайбердиев есімдерінің халқына қайта оралуына белсене атсалысты. Ана тілін дамыту бағдарламасының мемлекеттік тұжырымдамасын жасауға қатысты. Қазаққа өлшеусіз жақсылық жасап, қазақтың өз ағасы атанған Өзбекәлі Жәнібековке Шымкент шаһарынан ғана емес, Алматы, Астана сияқты еліміздің ірі қалаларында өзі қызмет еткен Торғайда да ескерткіш орнатса артық етпейді дейді жазушы-публицист профессор Марат Тоқашбаев. Осы өткен ғасырдың 80-ші жылдарында мен Қазақстандағы өте кең танымал басылымдардың бірі Білім және еңбек журналында қызмет еттім. Бас редакторы Ақселеу Сейдімбек ағамыз болатын. Осы журналменен
Өзағаң өте жақсы байланысты болды. Жаңағы материалдарын беріп жіберіп, ол кісінің жаңағы қазақы киім үлгілеріне қатысты еңбектері, қазақ баспанасына байланысты жазған еңбектері, сол мен әлі күнге дейін есімде. Және мен сол кезде таңғалатын, ол кісі соншама үлкен қызмет атқарады. Бүкіл Қазақстанның мәдениет саласын басқарып отыр. Сондай жағдайда қарапайым ғана қайдағы бір тоқалтам солардың суретін жүйіп, соларды зерттеп, сол қай өңірде қалай салынады, жаңағы есік терезесі қалай ашылады, қалай жабылады, сондайға дейін бәрін зерттейтінді. Мен соған түсінбей таңғалатын. Бұл кісі басқа тақырып таппай қалғандай, мынандай тақырыппен айналысқаны қалай деп. Ал бүгінгі күнге биіктен қарасақ, ол кісі ғажап теңдессіз үлкен жұмыстар жасаған екен. Осы тақырыпты зерттеуі бүгінгі тұрғыдан қарасақ, бұл орасан үлкен еңбек екен. Ол аспаптардың атын білген бір басқа, осы қазіргі Алматы қаласындағы өте бір мақтан тұтатын мұражайларымыздың бірі Қазақ саз аспаптар музейі болса, соның да дүниеге келуіне мұрындық болған Өзағаң. Музыкалық саз аспаптар музейінің жанында Сазген дейтін ансамбль құрып, сонда қандай керемет жақсы азаматтар жұмыс істеді, өнерпаздар. Наурыз мерекесі білесіздер, 1988 жылы көктемде көкек айында тойланды. Наурыз айында өте ерте болатын болды да. Бұған енді әрине ақын Мұхтар Шахановтың, журналист жазушы Уәлихан Қалижанның да сіңірген еңбектері үлкен. Ал енді солардың ішінде сол кездегі билік тұрғысынан Өзағаңның табандылық көрсетуі, және Қазақстанды сол кезде Қонаевтың орнына басқаруға келген Колбиннің тұсында соның көзін жеткізіп, осындай мерекелерді ұйымдастырсақ, сіздің халықтың, қазақ халқының алдында жаңағы рейтингіңіз өседі, абыройыңыз артады деген сияқты желеулерменен сол кісі осы халықтық дәстүрлердің қайта тірілуіне қызмет етті. Өзағаң өзінің қызметтік лауазымдық мүмкіндіктерін ұлттың пайдасына қолынан келгенше жаратып отыр. Ол кісі сондай бір мансапқор болған жоқ. Қалайда жаңағы билікке жетем деген ондай ой болған жоқ. Алайда ол кісінің ұлтқа жанашырлығы мен халықтың алдындағы абыройы және терең білімі мен білгірлігі одан жоғары тұрған адамдардың, одан жоғары тұрған шенеуніктердің қызғанышын оятты. Көре алмаушылық туғызды. Сондықтан мүмкіндігінше иықтап, мүмкіндігінше мүйіздеп, оны жаңағы осындай биліктегілердің қатарынан шығарып жіберуге тырысушылық байқалды. Олардың дегеніне де жеткен кездері болды. Жаңағы айықпас дертке ұшырады енді. Жамбағыс күнкөріс үшін жаңағыдай кілем фабрикасындағы директордың кеңесшісі сияқты өте ол кісінің деңгеймен салыстырғанда, ол кісінің биіктігімен салыстырғанда түкке тұрмайтын сондай бір жұмыстармен айналысуына тура келді. Енді уақыт өтеді, әр нәрсеге уақыт сыншы. Ал енді қазақ халқы үшін айрықша қызмет кеткен осындай алып тұлғалар, бұлар қазақ мәдениетінің, қазақ тарихының жауһар тұлғалары. Өзбекелі аға мені кереметтеп жаңа Кеңсайға жерлеңдер деген жоқ. Ол бүкіл өмірінің мәні болған Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, жаңа Арыстан баб сол төңіректен өзінің де мәңгілік мекен табуды ұйғарып, солай өсиет қалдырған адам. Сондай оның елінің алдындағы, халқының алдындағы, қазақ халқының алдындағы еңбегін ескере отырып, Шымкентте болсын, Арқалықта болсын, Елордада болсын, Алматыда болсын, ол кісіге ескерткіштер қойылғаны, бюстері қойылғаны дұрыс болады деп ойлаймын. Тіпті ол кісіге арналып музей ашылса да артықтық етпейді. Өйткені Қазақстандағы музей ісінің дамуына Өзағаңның қосқан үлесі өте ерекше. Осындай жаңағы Өзағаңның келесі жылы атап өтілетін 90 жылдығының алдында, міне ертең аталып өтілейін деп отырған 89 жылдығының алдында қарапайым қазақтың зиялы қауымының өкілі ретінде мені осындай ойлар толғандырады. Соған лайықты орындар құлақ асса екен дейміз.
Өмірінің соңғы жылдары қатты сырқаттанып, ем алып жүргенде Өзбекәлі Жәнібеков ұлынан «Қазағым аман ба?» деп жиі сұраған екен. Кенже баласы Бауыржан әкесінің еш жерде жазылмаған, жарияламаған, қаншама сырлары өзімен бірге кеткендігін, әкелі балалы болып бірге шешіліп көп әңгімелесе алмағандығын айтып налиды. Бүгінде өз ағаңның мұрасын жинап, еңбектерін насихаттап жүрген немересі Әзел Жәнібек Өзбекәлі Жәнібеков атындағы қорды басқарып отыр. Келесі жылы болатын мерейтойына дайындық жүргізіп жатқан сіздің порталыңызға ең алдымен алғысымды білдіргім келеді. Бұқаралық ақпарат құралдарының арасында бірінші болып хабарласып жатырсыздар. Сіздерге үлкен рахмет. 2001 жылы өзімнің папам Бауыржан бастап кеткен қоғамдық атамыздың атындағы тарихты, этнографияны және мәдениетті қолдау қоғамдық қоры бар. Папамның өзі оны ашқан болатын. Кейіннен сол қордың жұмыстарын өзім жалғастыра бастадым. Сол қор тарапынан келесі жылы болатын атамыздың мерейтойына дайындық жұмыстарын бастап кеттік. Атамның 10-нан аса кітаптары бар. Оның ішінде 2 томдық «Тағдыр тағылымы» деген автобиографиялық кітаптары бар. Соларды электронды форматқа, аудио форматқа өзгертіп жатырмыз. Оның шықпаған кезінде өзі жариялай алмаған еңбектері бар. Соны түгендеп басылымға дайындап жатырмыз. Соның ішінде келесі жылы жас суретшілер мен дизайнерлердің арасында байқау ұйымдастырып жатырмыз. Әрине атамыздың істеп кеткен жұмыстарын айту да қиын, өйткені ол сансыз көп нәрсе. Алматы болсын, Қазақстанның басқа түкпірлерінде болған кезде, барған кезімізде, ол кісінің ашқан мұражайларын, театрларына барған кезде, немесе жазып кеткен кітаптарын көрген кезде, бірге істескен үлкен кісілермен кезіккен кезде, әрине көңіліміз босайды. Атамызды сағынамыз, және де оның қаншалықты биік тұлға екенін түсінеміз. Қазақтың мәдени мұралары мен тарихи ескерткіштерін, ұлттық киім, ою-өрнек, би және сәулет өнерін зерттеп зерделеуде аянбай еңбек етіп, құнды монографиялар жазып қалдырған Өзбекәлі Жәнібековке қазақты қазіргі деңгейге көтерген азаматтардың бірі деген баға берілді. Өзі әрбір тасын, бұтасын, әрбір жартасын зерттеген киелі отырар жерінде мәңгілікке дамылдаған мемлекет және қоғам қайраткерінің есімі қазақ халқымен бірге мәңгі жасап, жылдар өткен сайын асқақтай берері сөзсіз. Тек оның еткен еңбегінің нәтижесін қалың қазаққа дұрыс насихаттап, үлгі ете білсек дейміз.